Сәлем досым, бүгінгі сабақта жүрек сөзіне когнитивтік талдау жасаймыз. Жүрек сөзіне қатысты бір қатар тұрақты тіркестер бар. Мәселен, жүректі кісі, жүрек жұтқан, жүрегінің түгі бар. Қоян жүрек, мұз жүрек, ақ жүрек. Енді осы тіркестердің мағынасын, оның қолданылуын талдайтын боламыз. Жүрек адамның кеудесіндегі басты мүше. Осы жүрекке қандай белгілер тән? Жүрек дүрсілдейді, соғады, дірілдейді, қуанады, ренжейді, қорқады, ұнатады. Атасы немересіне: «Самат, сен болашақта кім боласың?» Сонда немересі: «Елімді, жерімді қорғайтын батыр боламын» дейді. Атасы: «О, азамат, жүрек жұтқан, жүрегінде түгі бар, жүрегі ақ батыр бола ғой». Сонда немересі: «Ата, жүрек жұтқан, жүрегінде түгі бар, жүрегі ақ деген не?» Атасы: «Қарағым, жүрек жұтқан, жүрегінде түгі бар деген тіркес нағыз батыр, өжет дегенді білдіреді. Ал ақ жүрек деген жүрегі, ниеті, көңілі таза болуды айтады» десе, немересі: «Ата, қорқақтарды қалай айтуға болады?» Атасы: «Қоян жүрек деп айтса, ол қорқақтықты. Ал мұз жүрек десең, қатыгездікті білдіреді». Қымбатты досым, қазір экранда берілген тіркестерді өзің талдап көрші. Жүрегі қанжылау, қайғыру, жүрегі тас төбесіне шықты, қорқу, жүрегі тебірену, елжіреу.